Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз ол әйелдердегі етеккір циклінің толығымен тоқталуы, яғни менопауза. Сіздердің әйелдердің арасында айтылатын болса, ол клиникте, медицинада оны менопауза деп атаймыз. Ол деген не? Жалпы егерде медициналық жолмен анатомия жағынан түсіндіретін болсам, біздің мына яичниктеріміз болады. Яичниктің ішінде көптеген фолликулалар орналасады. Осы фолликулалардың қоры аяқталған кезде немесе аяқтау шегіне жақындаған кезде етеккір циклында бұзылыстар басталады. Яғни нормада ай сайын келіп отыратын болса, пременопаузалды синдром деп атаймыз. Яғни климакстың алдында әйел адамда уже етеккірдің келуі 2 айда бір рет, 3 айда бір рет болуы мүмкін, немесе 6 айда бір рет келуі мүмкін. Бұл яғни скоро етеккір тоқтайды, скоро климакс болады деген белгіні білдіреді. Дәл осы кезде әйел өзінің организмінде әртүрлі симптомдарды байқайды. Біріншісі ол кенеттен резко терлеу, немесе өте қатты ашулану, шаршағыштық, осындай симптомдар пайда болады. Неліктен? Себебі әйел адам ағзасында гормональды өзгерістер болып жатады. Қандай гормондарда өзгеріс болады? Жаңа мен айтып өткенімде яичниктардың ішінде фолликулалар бар ғой. Ол фолликулалардан нормада ай сайын овуляция процесі жүріп, аналық жұмыртқа жасушасы дамып шығатын еді. Егерде осы фолликулалар уже аналық жұмыртқа жасушасын жетілдіріп, дамып шығарып, овуляция процесі жүрмесе, әйел адамның ағзасында мынадай 3 түрлі гормонның деңгейі төмендейді. Бірінші гормон ол прогестерон гормоны, екінші гормон эстроген гормоны, үшінші гормон тестостерон гормоны. Егер осы 3 гормонның деңгейі түсетін болса, әйелде мен айтып өткен симптомдар басталады. Бірінші прогестерон гормоны бұл именно жатырдың ішінде оның тонусын төмендетіп, ішінде слизистый қабаттың қалыптасуына әсер ететін гормон болып саналады. Егерде бұл гормон төмендейтін болса, тоже жатырдың ішіндегі эндометрий слойы деп айтамыз, соның түзілуі азаяды. Ал екінші гормон бұл тестостерон гормоны. Тестостерон гормоны ол көбіне ер адамдардың ағзасында басымырақ болатын гормон саналады. Бірақ ол гормон біздің ағзамызда да бар. Сондықтан біз кейде активный боламыз, біз күшті боламыз, бізде де аздап түктер шығады. Осылардың барлығы біздің ағзамыздағы тестостеронға байланысты, андроген гормондарына байланысты. Ал егерде бұл мужской гормондар біздің ағзамызда түсетін болса, көбіне байқайсыздар ма, мынау қартайған әйелдерде, уже егде жасқа келген әйел кісілерде шаршағыш болады. Олар физический нагрузканы көп жүрсе шаршап қалатын болады. Активтілігі төмендейді. Сонымен қатар олар шыдамсыз болады. Бұның барлығы неге? Себебі организмде ер адамға тән гормондардың төмендеп жатуына байланысты. Егер ол ер адамға тән гормондар төмендейтін болса, онда соответственно жаңағыдай шыдамды болу, күшті болу, сонымен қатар физически нәрселер жұмыс жасай алу деген қабілеті де төмендей бастайды. Және үшінші ең маңызды гормон бұл эстроген гормоны. Бұл жайлы көп айтатын боламыз. Эстроген гормоны бұл әйелдің организмінде гормон саналады. Осы гормонның деңгейі төмендейтін болса, әйел ең бірінші ағзасында болатын өзгеріс ол зат алмасу процесіне әсер етеді. Мысалы, осы етеккір циклы тоқтаған, немесе жақындап қалған пременопаузальды синдромдары бар әйелдер көбіне тола бастайды, орта жастан аса. Себебі эстроген гормоны төмендеуіне байланысты. Егерде эстроген гормоны төмендейтін болса, әйел ағзасында метаболизм, яғни зат алмасу процесі нашарлайды. Зат алмасу процесі нашарласа, жеген тамақтардың ішінде глюкозаның сіңірілуі төмендейді, демек қанда глюкоза жоғарылайды. Сондықтан клеткаларға глюкозалар аз жеткізілетін болса, қанда глюкоза деңгейі көбірек болатын болса, то есть 50-ден асқан әйелдерде сахарный диабеттің даму деңгейі риск повышается, риск жоғарылайды. Екіншіден, егерде осы глюкоза қанда жоғары болып тұра берсе, оны азайту үшін сигнал түседі ұйқы безіне. Соответственно, инсулиннің деңгейі де жоғарылайды. Үшіншіден, егерде организмде зат алмасу процесі нашарласа, тек қана бұл мен айтып өткен көмірсу алмасуының ғана бұзылысы болмайды, сонымен қатар май алмасуының да бұзылысы жүреді. Майлар дұрыс қорытылмағандықтан артық организмге қажетсіз майлар уже жинақтала бастайды. Олар бауырдың бойында
жинақталып жировой гепатоз тудырады, өттің бөлінуін, іркілісін тудырады, иә. Үшіншіден, артық майлар жинақталады да, әсіресе мына тамырдың бойында холестериндер жинақталып, атеросклероздық бляшкалар қалыптасуы мүмкін. Сондықтан да дәл осы себептен 50-ден асқан әйелдерде артериалды гипертензияның даму қауіптілігі жоғарылайды. Неге? Зат алмасу процесі нашарлайды, майлардың алмасуы нашарлайды, нәтижесінде тамырдың бойында мен айтып өткендей атеросклероз майлардың жинақталуы болады. И тамырдың ішінде ондай майлар қалыптасатын болса, мына суреттен көріп тұрсыздар, иә. Бұндай майлар қалыптасатын болса, онда ішінен өтетін қанның айналасы нашарлайды да, и әйелдерде давление пайда болады. Жас үлкейе келе. Тағы бір айта кететін нәрсе, ол минералдардың алмасуының тоже нашарлауы. Сондықтан да, егер де үлкен кісілер құлайтын болса, оларда сүйектің бітуі, буындардың қайта қалыптасуы, сынықтары болатын болса, остеопороз деген нәрсе өте көп болуының себебі ол да осы гормондарға байланысты. Енді дәл осы кезде не істеуге болады, қандай терапия жүргізуге болады деген әйелдер тарапынан көптеген сұрақ түседі. Негізі сразу ана көршім осы кезде мынадай дәрі ішкен екен, аптекадан соны барып ала салып іше салайын деген түсінік болмайды. Себебі әрбір организмнің өзіндік ерекшеліктері бар, иә. Бір әйелге ол дәрі жақуы мүмкін, бір әйелге жақпауы мүмкін. Сондықтан да дәрігерге келіп, анализдер тапсырып, толығымен қандай препараттар дұрыс, қандай түрде қабылдаған дұрыс, соны шешіп алу керек. Енді қараңыз, сіздің организміңізде эстроген деңгейі төмендеп тұр, тестостерон төмендеп жатыр, прогестерон төмендеп жатыр. Бұның барлығын анализ арқылы анықтаймыз. Одан кейін осылардың деңгейі төмендейтін болса, значит, олардың орнын толтыру керек та. Чтоб жаңағы сіздерде симптомдар азырақ болу үшін, организмді қатты шаршатпас үшін орын толтырушы терапия жүргіземіз. Именно қандай препараттарды қалай қабылдау керек? Мысалы үшін эстрогеннің өзінің пластир түрінде денеге жабыстыратыны бар, таблетка түрінде ішетіндері бар, немесе гель түрінде денеге жағуға болады. Сонымен қатар прогестерон болуы мүмкін, свеча түрінде салуға болады, прогестерон орнын толтыру үшін, немесе таблетка, капсула түрлерінде қабылдауға болады. Бірақ осы барлық гормондар төмен үшеуі де түсіп тұратын болса, значит, комплексно соның бәрін орнын толтыру керек. Ал егер де ішінен біреуі ғана төмендеп, прям низкий уровеньға келе жатса, соның орнын толтыру керек. То есть оның барлығы индивидуальды жағдайда әр әйелдің организмдегі өзгеріске байланысты таңдалады. Эстроген гормондарын ішкен кезде зиян тию мүмкін ба деген сұрақ туындайды. Зиян тию мүмкін. Себебі біздің ағзамызда 3 түрлі негізгі эстрогенге сезімтал рецепторлары бар, 3 орган бар да, органы мишени деп атаймыз. Біріншісі ол сүт безі, екіншісі жатыр, үшіншісі бауыр болып саналады. Біріншісі, егер де эстроген гормондарын дозировкасын дұрыс таңдалмаса, әркім өз бетінше самолечение жасайтын болса, бірінші ол сүт безінде әртүрлі фиброзно-кистозный мастопатия дамуы мүмкін. Екіншіден, ал егер де жатырды толығымен обследование жүргізіп, эндометрий слойын өлшеп, ол 5 мм-ден төмен болмаса, мысалы үшін, немесе жатырдың қабырғасында миомалар болатын болса, онда эстроген препараттарын желательно ішпеген дұрыс, себебі сол миомалар одан әрі өсуі мүмкін. Ал егер де полностью таза болса, миома жоқ, эндометрий слойы эхо нелерін қараған кезде, қалыңдығын қараған кезде 5 мм-ге дейін болатын болса, бәрі нормально, сүт безін УЗИге түсірген тоже нормально тұрса, онда эстроген гормондарын қабылдауға болады. Бірақ осы қабылдап жүрген кезде әр әйелге опять зерттеулер тағайындалады. 3 айда бір рет түсіріп отыру УЗИге, немесе 6 айда бір рет түсіріп отырып, органдарда өзгеріс болып жатқан жоқ па, зиян тиіп жатқан жоқ па, осыны бақылап отыруымыз керек. Сонымен қатар УЗИ малыбы таза айттым, сосын УЗИ именно молочной железы, сүт безін түсіру керек, сосын биохимиялық анализ тапсыру керек. Биохимиялық анализ арқылы біз бауырдың жағдайын біле аламыз. Именно холестеринге қараймыз, триглицеридтер, глюкоза, гликозированный гемоглобин, билирубин және басқа да көп белок көрсеткіштеріне қарап біз бауырдың жұмысы нормально, соны бағалаймыз. Алат, асат тапсыртамыз. Егер де бауырдың жұмысында қандай да бір жировой гепатоздың, мысалы үшін, УЗИге түсірген кезде бауырдағы өзгерістерді байқайтын болсақ, желательно эстроген гормондарын қабылдамаған дұрыс. Себебі, егер бауыр өзінің жұмысын дұрыс атқара алмай тұрса, сырттан эстроген гормондарын ішкен кезде, оны сіңіру үшін бауыр эстрогенді әрі қарай қорытып, организмде тарату керек қой клеткаларға. Осы процесс бұзылатын болады.
нәтижесінде эстрогендер дұрыс сіңбей накапливаться етеді. И жаңағы органы мишени деп айтып өттім ғой мен, сүт безі, жатыр дедім. Осы органдарда миома, киста секілді нәрселерді дамытуы мүмкін. Сондықтан егер де застой желчи болатын болса, немесе бауырда қандай да бір анализдерде биохимиялық өзгерістер болып тұратын болса, онда соның барлығын дұрыстап, қалыпқа келтіріп, содан кейін барып заместительная гормональная терапия тағайындалады. Енді егер де осы эстроген гормондарына қарсы көрсеткіштер болатын болса, анализдердің бәрі дұрыстамай, онда как заменяющий ретінде фитоэстрогендер қабылдауға болады. Фитоэстрогендер деп отырғанымыз бұл өзін атайтып тұрғандай, фито деген табиғаттан, шөптен, өсімдіктерден, құрамы жағынан біздің организмдегі әйел адам ағзасындағы эстроген мен мына шөптің құрамындағы нәрселер структурасы ұқсайды да. И как мынау эстрогеннің орнын басушы ретінде қызмет атқарады. То есть бұл фитоэстрогендер көбіне лечебный мақсатта емес, симптомдарды азайтуға көмектеседі. Мысалы үшін симптомдар, жаңа мен айттым, қатты терлегіш болады, қатты ашуланшақ болады деп. Осы процестерді азайту үшін фитоэстрогендерді қабылдауға болады. Фитоэстрогендердің де тоже бірнеше түрі бар, дозалары бар. Олар да индивидуалды жағдайда әр әйелдің организміне сай тағайындалады. Жалпы бүгін климакс жайлы айтарым осы. Егер де сіздерде сұрақ болатын болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта қарап, сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна.